Адам деген әлемнің анық бағы, түсінер мұны олардың данышпаны. Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Көздер сөйлей алады, қуаныштан күле де, жылай да алады. Көздермен естен адастыруға да, жылата да аласың. Сөздермен алдауға болады, бірақ көзбен алдау мүмкін емес. Адамның көздерінде тылсым күш жатыр. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәріне емес. Біреуге риясыз сену, оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар ұстатқаның. Лыпып тұрған қанжарымен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Ей көңілім, сыйлық күтпе бұл заманнан қараңғы. Уақыт тозар барлығынан шаң қаптырып адамды, дерттің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Күткен менен мына уақыт емдемейді жараңды. Жас та өтер, бірте-бірте кәріде өтер, баянсыз бұл жалғанның бәрі бекер. Жаһанда мәңгі жасар жан жоқ, сірә, кетеміз, кетті, келер, тағы кетер. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс, жазыла басталған өлең аяқталуы, ал сүйікті әйелің бақытты, олай болмаса, әлің жетпес тірлікті бастамауың керек. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Маған адамның кетелігі емес, оның ойы мен жанының кетелігі қынжылтады. Әрекет етпей арманға жетуді ойлау, егін екпей оны жинаумен тең. Ақымақпен достық құрып жетіспейсің, дананың берген уын қабылда, ақымақтың қолынан алтын алма. Өмірде дана секілді сүргін кезде екі басты қағиқаны жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс. Әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Жұрттың бәріне бірдей дос боламын дегендер ешкімге де дос бола алмайды. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамыңның өзі сені сатып кетуі мүмкін. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытты болар. Бірі, не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі, кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді.